ма ханымдар? Мен 2022 жылдың 2 ақпанында осы Ерсак компаниясына жұмысқа келдім. Себебі менің кірген себебім өзім денсаулығыма байланысты. Менің көршім Мадина деген терапевт, врач, военный, сол сіңліміз қонаққа шақырғанда маған осындай мағлұмат берді Ерсак жайлы. Сол Ерсактан мен тыңдап, сосын өзім кіріп, мында келіп компанияға как раз семинар болып жатыр екен, 50-60 адам жиналып отыр, презентация болып. Сол кезде соған қатысып, мен мотивация алдым, көп кісілердің отзывтарын тыңдадым. Содан кейін мен өзіме жаңағы сенім кіріп, мен өкінбеймін бұл Ерсакқа кірген. Содан кейін өзім денсаулығым үшін продукция алдым. Бірінші протек 20 іштім, 2 курсын іштім. Содан кейін ол давлениенікі, сосудтарды тазалайтын, жаңағы қан тазалайтын, содан кейін оны еткеннен кейін жаңағы нен алдым. Витик священный, очищение іштім. Сосын оның қасына жаңағы зверовой капсуласын іштім, Кантарон. Содан ішкенде менің қорылдағаным кетті. Акасы мен жүрегім ишемия болды ғой. Ишемиям кетті кардиологический. Содан кейін мен ай жарымнан кейін барып кардиологқа қаралдым. Менде жаңа ешқандай признак болған жоқ. Қанымның сойысы жақсы болды. Гемоглобинім көтерілді, иммунитетім көтерілді. Содан кейін мен кальций ішіп отырмын. Кальцийдің құрамында жаңағы Д бар, Д3 бар, сосын цинк бар, сосын калий бар. Соны ішіп отырмын. Оны омега-3 мен бірге ішу керек. Себебі ертеде біздің әжелеріміз құртқа жаңағы сармайды былғап ішкен, көрдіңіз ғой? Кальцийдің өсін ішсеңіз топырақ жиналады, қатат шектің бойы. Анау майлы омега-3-ді қосып ішсе өте сіңімді болады. Сосын тағын іштім мен. Тімен капсулын ішіп жатырмын қазір, балықтың бауырынан жасалған. Қазір денсаулығым шүкір Аллаға, альхамдулилля. Осы бірінші Алла, екінші Ерсактың арқасында осындай 1 ай 20 күннің ішінде мен статусым көтеріліп, жаңа лидер болдым. О, қандай тамаша. Қазір артымда кісілерім бар, 1 лидер шығардым өзім қазір. Иншалла. Алла мына затта берекет бар. Себебі біздерде мына жоғарыда отырған Бексари деген Беккен Сары ма президентіміз бізге хадия беріп отыр. Ол хадия деген зекет. Мен ертең Алланың алдында жауап берем, халықтың ақысын жемеймін деп. Бізге 5 зат бергенде өзі 40 мың айналасы. Біз 25.400 аламыз, ана 40 мың товарын тегін алып отырмыз. Сондықтан мен Алладан қорқам, өзім Алланың жолында жүрмін, өзім қажымын. Сондықтан мен жаңа продажын емес, былай ценамен сатып, Алла берекетін беріп жатыр. Күнде бал жинап 205 бал ашқым ғой. Иншалла. Рахмет. Мен бүкіл ағайын тумаларым бәрі емделіп жатыр қазір. Қанша мен сауап алып жатырмын. Өзім естігенде қуанамын, өзім жазылғандай боламын ғой қазір. Мынаны бізге Алла тағала Қазақстанға осындай халықтың денсаулығын ойлап осындай берген президентімізге Алла разы болсын, Алла берекетін берсін. Бізде тек қана Алматы мен Ақтауда бар, басқа жерде жоқ. Мен қазір уже бірталай жермен байланыс жасап жатырмын, каргомен жіберем, вагонмен жіберем, әйтеуір Атырау, Астана, Жаңақорған, Кеңтау, соларда менің кісілерім бар. Тамаша, рахмет, Алла разы болсын. Алғыспен өсеміз, осылай. Сіздерге де жетістік тілеймін, бәріне денсаулық тілеймін. Алла тағала нәсіп етсін бәріңізге. Біздің Ерсағымыз көркейе берсін. Ерсақ деген денсаулық деген сөз. Денсаулық деген. Ана массажный кремді пайдаланғанда оның сыртында 12 деген номер тұр. Ол біздің Түркияда скорый помощьтың номері. Бізде 103 қой да, постоянно бізде мына баламда, келінімде, өзімде сөмкелерімде бір-бірден жүр. Любой жерде қыдырып барам, салқын ұстап қалам, жағам тісім ауырса тісіме басым. В общем, бәріне. Тамаша, рахмет. Сізге қарап өзімізді қамшылаймыз енді. Алла разы болсын. Аман болыңыз.